Quando pego yo, me sé con brillo yo ni tata. Entonces no quise ay, todo más dice ay, entonces la nace ay, sí ay. Entonces no quise ay, todo más dice ay, entonces la nace ay, sí ay. Entonces no quise ay, todo más dice ay, entonces la nace ay, sí ay. Entonces no quise ay, todo más dice ay. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде бір болайық жобасы Махаббат саябағына қош келдіңіздер. Бүгін қызық болады, жақынырақ жайғасыңыз, біз оралдық, бастайық аңдатпамен. Қалдарың қалай? Көріспегелі 48 сағаттан асты. Қалдарың қалай? Жақсы ма? Аман есенсіңдер ме? Енді эфирден тамашалап отырдым қызықтарыңды. Ой, 100 000 теңге дей ме? Не болып отыр мына жерде? Төпли дей ме? Енді Сәния айтпақшы, Шах мырза, сіз болмаған кезде болған жағдайлар деп айтпас үшін, менің ойымша Камила бірден мен болған кездегі дүниелермен бастайық. Айтпаса Саниядан сөз естіп қаламыз. Мен болған кезде бір таныстық болған еді. Не болып жатыр екен, маған өте қызық. Ортаға бірден Айсажан шақырайық, келе ғой. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю, ей больно, хватит, ну довольно. Причинять мне боли, сыпать рану соль. Не болды сен Dark Star тобына қосылғың келіп жүр ма? Иә, мен сол сұратырында қыздардан жалпы жігіт беші керек емес па деп. Сәл-пәл ағаш ұстауымында, бірақ энергиясы маған жұғып жатыр да, кішігірім бететін, бір майысатын, жақсы немен. Айсажанның сөздері айтсақ, ондай бар енді, ондай бар. Сондаймыз бар енді. Негізі Айсажанмен бір маусымда отырғандан кейін уже таңғалудан шаршаппыз біз. Аяғын жыбырлата ма, не істейді? Жарайды енді. Таныстығың қалай болып жатыр? Жақсы. Күшті болып жатыр деп айта аламын, бірақ бір жағынан айта алмаймын. Айта аласың ба, айта алмайсың ба сонымен? Енді күшті басына болады. Былай бір күн қарасаң күшті, бір күн қарасаң бір суықтау арамызда. Былай қарасаң бір күні жап-жақсы, былай қарасаң бір күні ұйықтап қалатындай бір непонятка. Сен айтып едің ғой, все в руках мужчины, когда ты зовешь девушку на свидание. Но если она этого хочет, ол қаласа әрине, бірақ бір... Ол қыз сонау жерден Ақтөбеден мына жерге қаламай келді ғой. Сәл түсініксіз жағдай шақпаза, сәл-пәл түсініксіз. Несі түсініксіз, маған қызық. Үміткеріңнің есімі кім? Нұргүл. Нұргүл, есінде екен, жарайды. Нұргүлді ортаға шақырайық, келе ғой. Нұргүл, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Айсажанның сипаттауын естідіңіз ғой, бір кезде көл, бір кезде шөл, не болып жатыр араларыңыз? Енді мен олай айтпас едім. Бізде барлығы жақсы, ойдағыдай. Барлығы мен ойлағандай. Сіз ойлағандай? Иә, мен үшін барлығы жақсы. Сіз үшін барлығы жақсы. Кездесу болды ма? Кездесу болды. Енді осы жолы мен сөйлесем ба деп едім, егерде рұқсат болса, қатысушылар, жүргізушілер. Қатысушылар рұқсат па? Бізден рұқсат. Бізде жалпы 2 рет кездесу болды, қарапайым түрде. Ең алдыңғы, ең бірінші кездесуде біз киноға бардық. Жанр ужастик, қорқынышты фильм. Менің байқағаным бойынша Айсажан өте қамқор жігіт екен. Кинода енді шамал қорқынышым болды менің қолымнан ұстап, қорықпа. Әйтеуір бір андай бір жұп сияқты болды. Сонда сіз қорқынышты киноға барып қорықтыңыз ба не? Кім білген оны, кім білген, Айсажан да қорқынышты киноны ұнатады екен. Мен де өзім жақсы көремін. Мен еркекпін ғой, мен қорықпаймын. Қыздың қолын ұстап алдым, болды қорықпай деп, сондаймыз бар енді. Одан соң видеолар түсірдік. Және екінші кездесуіміз серуендеу болды. Мен оған айттым, яғни негізі Айсажаннан жалпы ұсыныстар өте көп болды. Менің өзімнің кінәм, мен ешқайда шыққым келген жоқ. Мен еріндім. Енді мен қыз бала болғаннан кейін мен енді энергия тратить не хочу. Жігітке әсіресе. Жоқ, Айсажанға емес, просто өзімнің көңіл күйім ондай қатты болған жоқ десем де болады. Өзімнің отбасылық жаңағыдай негатив болды деген сияқты, соны ойланып, ертең не болады екен, халық не ойлайды деген секілді. Сосын бізде бір ақпарат пайда болды. Сол ақпарат маған келді. Жоқ, ол ақпарат ондай жаман ақпарат емес.
ол ақпарат Сендер білетін ақпарат емес, кішкене жеңілдеу. иә, ол ақпарат Айсажан мен маған байланысты екен. Аха. Яғни бір видео салынған сторис Айсажанның, және ол стористі мен Айсажанның өзіне жіберген болатын. Оны Айсажан енді таңғы 4-терде салған екен. Оны халық ойлап қалған, Айсажан Нұргүлдің үйінде жүр деп. Ойбай. Соны мен енді маған халық жіберіп жатырды да, білмеймін, бір тіркелушілерден келді, оны мен көріп шама көңіл күйім түсті. Енді не деген мен Ақтөбеден келіп отырмын, ертең жұрт не ойлайды деген секілді. Сөйтіп соның әйтеуір соған жауап берейін деп сұрақ жауап салдым, түсіндірдім, арнайы дәлелдермен, айғақтармен жауап бердім десем де болады. Оның тақырыбын жаптым. Жаптыңыз ба? Мен үшін әлі ашық. Ашық па? Таңғы 4-те не салып жүрсің? Шулатып елді. Жоқ, таңғы 4-те емес, неғым 4-те. Сторис салып бұл, білмеймін, әйтеуір жаңағыдай мен түсіріп Жоқ, ол жібердім жерде мен ойлау даже ондай ой басыма сыймайтындай бір ой да. Просто ана жерде Нұргүл маған келген фрагменті просто бетіп түсірген, ол жерде менің реакциям сонымен салған едім. Қандай красавчик деп ше, өз-өзімді мақтайын деп. Сәл-пәл потом адамдар жас кеткеннен кейін ойбай құрсын халқым деп өшіп салдым бол. Мән бермедім оған. Жоқ, ал видеоның ішінде не бар? Мен Нұргүлдің үйінде жүрсің. Жоқ, ана жерде бір болайық жобасында үміткер Айсажанға келгенде Айсының былай тұрып ана жерге жеткені соны салған едім. Сіздің үйіңіздің не қатысы бар? Жоқ, мен сол оны Нұргүл түсірдім, түсіріп жіберген ғой маған, мен оны өзі ойламай салып қойған. Кешірім сұраймын, теледидарды өзім түсіріп жіберген болатынмын негізі. Ал ол нәрсе бұл Айсажанға ұнап қалған ба, білмеймін енді. Енді айтып жатырсыз ғой, тақырып әлі жабылған жоқ деп. Енді ондайда бір ондай айтарлықтай нәрсе болса, мен екінші дәлел ретінде Фою ЖК-сының камераларын ұсына аламын жалпы. Себебі мен өзімнің репутациямды бұзғым келмейді әрине. Сондықтан осындай әрекетке бара аламын. Күмән салып тұрған жоқпыз, мен мәселе жабылған жоқ, өйткені мен жалпы мәселені білмеймін деген. Бұл не дегенмен. Келесі жалпы Айсажан мен күткендей жігіт болды. Өте жақсы жігіт. Өте жақсы, өте адамгершілігі мол, сыйластығы да барлығы да өте жоғары. Сондаймыз бар да енді. Біз енді айтқанға сенбей. Нұргүл біраз енді жаңағындай ақпараттар шыққаннан кейін дайындалып келген сияқты ғой, иә, қорқып. Бірақ бізде сіздің үйіңізде Айсажан жүр екен деген ешқандай күдігіміз жоқ жалпы. Дәлелдесеңіз, енді өзіңіздің оқырмандарыңыз үшін дәлелдеген шығарсыз, біз сенеміз сөздеріңізге. Жалпы екі кездесу болды дедіңіздер, иә? Екі кездесуден әдемі бір видео түсірген шығарсыздар? Әрине. Көреміз бе? Иә да. Болды, да, экранға назар аударсаңыз. Любите. Зачем тебе сладкий попкорн? Я же сладкий я. Не дейді, ылғи жаңағы цитаталар мен репликаларды жаттап алыпсың, е? Сладкий попкорн, сладкий я деп. Айтпақшы, иә, ондай нәрсені Айсажан қатырады екен. Сосын маған қарағанда бөле белсенді, маған қарағанда әйтеуір пысықтау десем де болады. Энергиясы бар. Энергиясы прям. Біздің ойымызша Айсажан студия ішінде белсенді, ал студия сыртында өмірі бір депрессия ішінде жүретін жігіт сияқты көрсетеді өзін. Олай емес пе? Кешірерсіз, мен сіздерге былай айтайын, ондайы бар екен. Бар ма екен? Негізі сол нәрсесін байқадым, жігіт көп күледі, бірақ ішінде андай орысшалап айтқанда глубокая депрессия десем де болады. Енді оның да бір жөні бар. Жігіт бала кезінен өмірді көрген, өмірдің талай қиыншылықтарын өткерген жігіт екен. Мен шыны керек естігенде таң қалдым десем де болады. Сізбен бөлісті демек. Бөлісті, мен оны сұрап та алдым. Мен әдейілеп сол нәрсеге тарттым десем де болады. Бұл негізі айтпайды ондай нәрсені. Бұнда андай, былайша айтқанда психологиялық тұрғыдан, бұл андай охотник қой. Альфа-самец дейді ғой. Айтқысы келмейді өзі туралы ештеңкені. Бұл тек жертваны ищет. Ол сондай, оны ойнағысы келмейді. Енді мен барынша былай да подходта болға тырыстым, жайлап, әйтеуір жайлап шығардым десем де болады. Кем дегенде бір құпиясын әйтеуір білдім. Тіпті құпиясымен де бөлісіп үлгердім сіз. Енді ол жеке бір нәрсе. Тағы да мен айтатын бір заттарым бар. Енді ол
білмеймін қазір айтқаным дұрыс па. Жалпы Айсажан әрине жақсы жігіт, өте жақсы жігіт, мен оны сыйлаймын. Бірақ не дегенмен жақында маған тіркелушілер бір хабарламалар жіберді Мединаға байланысты. Мен енді өзім за женскую солидарность. Мен қазақта жақсы сөз бар ғой. Екі жастың ортасына есі кеткен түседі дейді. Дұрыс па, келісесіздер ме қатысушылар? Иә. Мен қыздың стористарын көрдім. Мен ол қыз артына нәрсе айтпаймын. Өте жақсы қыз, сыйлаймын. Артық өшпенділігім ештеңем жоқ. Мен тіпті Айсажанға айттым. Айсажан, ауырып жатыр екен, жылап жатыр екен, жағдайын біліп, дәрі-дәрмек апарып берсеңші, мүмкін сенің қолдауың ол қызға керек шығар. Бәлкім сенің бір сондай бір тарапыңнан көмек керек шығар оған дедім. Бірақ Айсажанның тарапынан ондай нәрсе болған жоқ. Ол айтты, оған менің қатысым жоқ, мен бармаймын деді. Тұра тұрыңыз, жылап жатқанын қайдан білдіңіз? Медина стористарына салған екен. Маған оны тіркелушілер жіберді. Қалай сонда Медина Айсажан Нұргүлмен танысып жатыр деп жылап? Жоқ, олай жыламаған, енді ауырып қалдым деп енді жылаған ғой. Енді женская логика мен түсінем өзім, ішкі түйсігім сезеді. Және Айсажан тарапынан да бұл енді мойындағысы келмейді ғой. Бірақ не дегенмен ішінде бір байқаймын да. Сторисы там такие грустные, жаңағыдай мұңлы стористар салынады дегендей. Енді былай болды ғой, менің бақылауым бойынша Айсажан Нұргүлмен бір жақсы қыдырып жүрген туралы стористар салады, және араға бір 15 минут салынбай Мединаның жылап жатқан стористері салынады. Бірақ ол жерде ойбай Айсажан қызбен жүр екен деген емес, мен ауырып жатырмын, біреу маған дәрі-дәрмектерін әкеліп жатыр, сол маған приятно деген сияқты бір әңгімелермен, бірақ өкіріп жылап жатыр қыз. Иә. Сондай бірақ сіздер осы екі факты байланыстырдыңыздар. Мен өзім байланыстырамын, мен ақымақ қыз емеспін. Бұған бұның қатысы бар. Көз ашық адамға бұл белгілі нәрсе. Жалпы. Демек, сіздің ойыңызша Айсажанның осы алдындағы сторисі біраз болса да әсер етті. Иә. Енді осыған орай мен айтқым келеді Мединаға. Ешқандай уайымдама. Мен екеуінің ортасына түскім келмейді. Мен өзіме не керектігін білемін. Және де екеуінің ортасы бар ма не? Енді не дегенмен махаббат болған, болмады емес. Ешкім енді махаббат болған соң жерде ол адамды ұмыту мүмкін емес. Тек қана жіберу бар да. Ол қалатын нәрсе, оны ұмыту мүмкін емес. Сезім түбінде қалады, дегенмен сыйластықта қалады. А сізге не керек сонда? Мен өзіме не керек екенін білем дедіңіз. Енді мен екеуінің ортасына түскім келмейді. Онда Айсажанды таңдап келу себебіңіз неде? Ол жағын енді мен ойлаған жоқпын бұлай барлығы болады деп. Мен Мединаны бір-біріне салады ғой, жаңағыдай жібердік, болды деген секілді қылып. Ойладым, мүмкін демек сіздің қазіргі айтып отырған үкіміңіз, мен Айсажанмен таныстым, кездестім, сырластым, Айсажанды таныдым, және ол әлі де Мединаға ғашық. Медина да оған ғашық, ал мен екі жастың арасында қалғым келмейді деп отырсыз ба? Солай деп айтуға келеді. Айсажан. Және де біздің осы таныстықта тоқтатқанымыз жөн деп ойлаймын. Мәссаған, Айсажан. Солай деп ойламайсың ба, Айсажан? Айсажан, осы жайлы сөйлестіңдер ме? Жаңағы бір құпиясын біліп қойдым деді ғой, енді отырып алып Медина деп жылаған жоқсыз ба? Жоқ, олай емес, ондай емес, басқа. Негізі ол құпия туралы айтып атқан вообще басқа құпия. Иә. Мединаны қазір айтып атқан вообще орынсыз. Өйткені мен саған кеше де айтқан едім, позавчера да айтқан едім, позавчера да айтқан едім. Я не знаю. И поза айтқан едім саған. Өз-өзіне бір не деп айтқан едім? Жоқ, что если бы я хотел, если я люблю кого-то, мен оны қандай не болмаса да, мен барып аламын да қасына отырып аламын. Мен сондай адаммын. Я то же самая ситуация өмірімде болған адам. Отпускать надо, но чуть болезненно. Енді бәріміз кезінде ғашық болған, бәрімізде махаббат болған, и сразу тұқ деп не істемейсің ғой енді. Нам надо двигаться дальше. Мен ақыл тоқтатқан деп жігіт айта аламын өзімді, потому что мен 7-ші маусымда бітіп қайғырып өз-өзімен жүрген жоқпын. Менің негізі өзім әдетім сондай. Я сам по себе душевный депрессивный парень өмірде. Я меланхолик, люблю слушать грустные песни, говорить красивые цитаты. Маған сол ұнайды. Мединаның қатысы жоқ. Кеше айтқанда барып кел дегенде мен айтқан едім. Мен барсам ол қалай, мен барып 2 ай сөйлеспей барып жүгіреді, дәрмәс сен терафлюн деп айтпаймын, отырсыз ба? Сәл біртүрлі болады ол. Даже человечность говоришь, но это хуже человечности. Адам білет тұра, что сенде бір нәрсе бәрі тоқтады, еще сверху келіп яд давить на него, это еще хуже, я считаю. Үміт сыйлағанымдай болып қалам дейсің ғой. Иә, и Нұргүл айтып атқан, извини, бәрі жақсы бастадың, бірақ концовка сәл-пәл бір саған бір себеп керек па, бір қадап кететін, я не понял просто.
ты просто бір сылтау іздегенде айтып жатсың да? Жоқ, неге олай? Потому что я сюда пришел, айтқан едім, жүрегім менің бос, басым менің бос. Егер де менімен таныстарың келсе, мен осы жердемін деп отқан едім негізі бір айда уже. Сен қазір келіп Мединаны тығып атқаның сәл-пәл бір түрлі да маған. И вот. Жоқ енді Айсажан, сен қанша бос дегенмен сенің әрекеттерің сен сөзіңе сәйкес емес қой. Мысалы қандай? Например? Мен сенің өзіңе де айттым. Талай рет сөзге де тарттым. Мен сенің бұлай қиналғаныңды қаламайды екенмін. Мен қиналсам, Мен олай өзімнің қасымда жүрген жұбым, например, сөйтіп грустный сторис салып, бірдеңеге намекать етіп. Мысалы қандай? Қалай түсіндіңіз? Маған ондай нәрсе ұнамайды. Жоқ, қандай сторис, қалай түсіндіңіз? Жоқ, енді бұл енді ол жағын түсіндірді маған. Сторис дегенде жаңағыдай музыкамен, мелодиямен болсын. Хочешь, я приеду деген Иә, сондай секілді. Сондай тектес стористар салынады. Сөйтіп сұрадыңыз ба, қайда барайын деп жатсың? Кому ты приедешь? Жоқ, мен сұраған жоқпын. Онда сұрайық. Сол, хочешь, я приеду деп кімге жазды? Это... Ой, шли олай жеке жазған жоқпын, Шах мырза. Жоқ, бұл стористе кәдімгідей бір көліктің суретінің фонында жазылған әңгіме, солай көрмедіңдер ғой? Ну, мне сказали, что... Сол қай көлік айтпақшы? Ол енді бұйырса... Бұрынғы көлігің ба? Қалай? Бұрынғы көлігің ба? Жоқ, бұйырса алатын оймен, мақсаттармен қойған ғой. Визуализация. Визуализация десем, я. Аффирмация. Сосын, мне сказали, что ты грустишь, ну а хочешь, я к тебе приеду деген сама по себе фраза маған ұнайды. Сама по себе фраза ұнайды. Сол сәтте стористе Медина жылап жатыр, және сен отырған көлік. Оны алдына болды ғой, это было то. Не факт. Оны алдына болды, потому что я помню, мен оны днем салған едім. Менде бір сторисқа, Инстаграм желісіне, ТикТок желісіне мен салсам, это то, что мне нравится, то, что мне по душе. Ну окей, сен салдың, сосын Медина жылады. Екеуінің де байланысын табуға болады. Мен олай қатты ойламай. Шах мырза, Медина жылады деп жатсыздар ғой. Она плакала, мен былай қарағанда, она плакала от того, что... Окей, ұзаққа кетпеші, кому хочешь приехать сонымен? Кто грустит? Кто грустит, напишите, я приеду. Деп айта алмаймын. Шах мырза, просто бұл жерде мағына жоқ. Это просто мне понравилась картина, выставил музыку и поставил. Сосын жаңағы рульдегі көліктің жаңағы несі, эмблемасы деп айтама, баяғыда сол Мединамен жүріп жүрген кезде сен сондай көлік айдайтынсың. Қазір сенің көлігің басқа, менің көлігім. Детективизация. Детектив емес, біз әйел адам сол Камила ханым, ладно, давайте по логике, да? Сосын ол рульдің жанында тура бір пудраның ізі қалғанда, а ол пудра дәл Мединаның. А еще ол руль отдельно емес қой, ол жерде бала болды еще, менің племяннигім болды төбесінде негізі. А ол племяннигін Мединаны жақсы көретін еді кезінде. Жоқ, Шах мырза, я прямой человек, я прямой парень. Маған не пайдасы осылай қайғырып, шынымен де бір сезім бар болса, я знаю, что эти отношения мен жақсы көрдім, я шынымен де жақсы көрдім, мен де жақсы көрдім. Да. Жоқ. Давай, многозначительный пауза, ең керегі ғой. Жоқ, Шах мырза, уже мына ол интригалардан уже шаршап кеткен адаммын мен. Баяғыда өтіп кеткен бұл бәрінші. Енді қызықсыз бе? Нұргүл, маған қараш. Маған сен, маған 100 рет айттым. Давай, тағы да бір рет. Айттым ғой. Тағы да бір рет айтсаң немене? Нұргүл, қараш маған, көзіме қараш. Егер де мен жүрегімде бір қыз болған болса, я бы здесь отырып, үйленетін бағдарламада үйлене алмай жүрмейтін едім негізі. Жүрегім бос, басым бос. Но ты ищешь просто сылтау. О, сөйтіп ойлайсың, иә? Негізі бар ғой, тек қана Айсажан емес, талай көрермендер де сөйтіп ойлап жатқан шығар. Ең азынан бізге бір дүние келіп, қалай енді, әр үміткер келген сайын бір алып қашпа әңгімелер болады ғой. Соның біреуі жаңағы келесі кездесуде Нұргүл тоқтатты деп сенемін 100%-ға, өйткені оның өзінің жүрегі бос емес, өзі жаңағы шұғыл арада Айсажанмен тоқтату керек деп айтты. Біз ешқандай сұрақ қойған жоқпыз, бірақ көріп отырғанымыз сол сценарий бойынша бара жатқан сияқты. Жоқ, олай емес, неге олай? Жоқ, мен сізді кінәлап тұрған жоқпын. Мен айтып отырғаным, бізге түскен ақпарат, біз оны елеген жоқпыз, бірақ естідік, және көзімізбен көріп отырған әңгіме. Енді бір жүйеде келе жатқан сияқты. Жоқ, енді мен былай түсіндіріп кетейін. Сенбесеңіз битейік. Давайте біз ол ақпаратты оқиық бірге. Жақсы. Кеше, жоқ, бұл ақпарат бірдеменің дәлелі емес. Ойбай, бұл тек қана бір көрерменнің ойы, бұл ақиқат, нақ ақиқат деп айта алмаймыз. Бұл бір көрерменнің ойы, бірақ күні кеше ғана жіберілген, Нұргүл ортаға шықпай тұрып. Бірақ ең қызығы сол ақпарат бойынша қазір Нұргүл бір шешімдерін шығарып отқан сияқты ма, жоқ па? Бірге талқылайық оны, әуелі ақпаратты оқып алайық. Почему плачешь? Нұргүл не собирается с этим Айсажаном мутить. Она общается. Мына жерде бір есім бар. Айтпақшы, мен таныс
маған таныс есім Иә, бұл. ол да маған Это келді. же хайп, что ты унижаешься так. У них жаңағы жігітпен роман деп Нұргүл сіз жайлы айтып жатыр. Бұл қызығы қараңыздаршы. Бұл ақпарат бізге бейтаныс адамдан келген жоқ. Бізге таныс адамдан келді. Енді бізде жаңағы детектив расследователь болып кеттік қой. Ашығын айта берейін бе кімнен келді? Әрине енді почему плачешь деп тұр ғой. Жоқ, негізі кімнен келді ғой? Кеше ғана мына жерде ортада Досханмен шулатқан Ботадан келді. Ботадан келді бұл ақпарат. Міне осындай ақпарат келіпті деп редакциямен бөлісті. Жарайды дедік. Содан кейін ойлап отырмын мен. Бота қашан жылады? Түсінбедім. Бота қашан жылады? Бота жыласа сен таяқ жейтін едің ғой, Досхан. Бота қашан жылады соңғы рет? Бота жылаған жоқ қой кеше. Бота жылаған жоқ. А мына жерде хабарлама қалай басталып отыр? Почему ты плачешь, почему ты так унижаешься деп басталып отыр. Мә, не дейсің, шүкір Алла? Шүкір Аллаға берші микрофон. Медина жазылған. Қой. Енді жылаған адамдар кім деп сараладық. Сөйтсем енді соңғы уақытта жылаған адамдардың тізімінде тек қана енді почему ты плачешь, почему ты унижаешься деп Нұргүл жайлы әңгіме айтатын, бірақ қана адамды көріп отырмын кандидат ретінде. Кім деп ойлайсың? Медина, бірақ. Неге өйтіп ойлайсың? Бәрі осы тіреліп қалды да, как будто Медина ана жерде қайғырып, мені бір сағынып, бір жүрген, мен мына жерде өз-өзімен жүрген бала сияқты болып жатырмын да. Бірақ олай емес, Шах мырза. Біз екі жақтан... Жарайды, Медина қайғырып жүрген жоқ шығар. Иә, расымен де ауырып жылап жатқан шығар. Окей. Бірақ ана жақтағы ақпаратқа назар аудардың ба? Мен шын айтам, бүгін ғана ойыма, менің миым кішкене сәл-пәл тупойлау, кішкентай. Маған бүгін ғана жетті, что ол ақпарат оказывается Ботаға емес, Медина Бота берген, Бота маған берген дегенде. Мүмкін емес, Айсажан. Мен жауап берейін ба? Егер мысалы қайғырып жүрмесе Медина, бұл ақпаратты Ботаға беріп, Бота саған беріп, оны зачем бұндай схема құрып? Чтобы мені просто қимайды да бір... Сені демек қимайды деп ойлайсың ба? Жоқ, олар енді... Медина сені қимай ма не? Жоқ, олар менің 7-ші маусымда отырған адамдар, достарымыз ғой бәріміз, солар бірге мені қимайды, наверное. То есть Медина сені жігіт ретінде емес, бывший, кәдімгі маусымдасы ретінде қимай жатыр ғой? Сендер түсінбедіңдер, ол менің әпкем дейсің ғой. Мен негізі білмеймін, енді жіберген енді жіберді да, именно осы енді ойламадым да, Шах мырза, потому что это по-детски, это глупо. Жарайды, енді өздеріңіз саралаңыздар, құрметті көрермен, бірақ бұл ақпарат енді почему ты плачешь деп кімге келгені как будто бы түсінікті сияқты болып тұр. Айтпақшы, ана жігітті мен танимын дедің ғой? Иә, қабырғасында. мәссаған. Иә. Керемет. Сіз таныйсыз ба ол жігітті? Мен танимын. Енді былайша айтқанда, ол енді... Сіз қайдан біліп қойдыңыз ол жерде не жазылғанын? Ол жерде... Оны маған жіберді ғой. Бұл ақпарат бойынша Айсажан менен сұрады тіпті. Біз сөйлестік қой. Телефон арқылы сөйлескен кезде бұл сұрады. Нұргүл, сол кім ол жігіт? Араларында бірдеңке бар ма деп. Симпатичный жігіт па? Ол енді рас. Университеттің көркі болып жүретін постоянно, қыздарды. Жоқ, мен олай сұраған жоқпын, Шах мырза, мен басқаша сұрадым. Қалай сұрадың? Жоқ, қоған келтіріп сұрадың ғой. Өзім үшін қорқам дейді. Таяқ жеп қалмаймын ба деп айтты. UFC проф боец, ертең таяқ жеп қалмайын деймін мен енді деп сұрадым, ол жалпы. Ойбай, айта беріңіз. Сіз уже айтып қойдыңыз оның спортсмен екенін. Жақсы, енді ортамызда ондай махаббат дейтіндей нәрсе болған жоқ. Біз енді былайша сөйлестік. Былай қыз бен жігіт сияқты жүрген жоқпыз. Тек сәлем сауқатымыз түзеу, қалайсың, таныстық деген сияқты ғой. Ол қашан болды? Мәссаған, ол мен Ақтөбеде болған кезде болды. Ол сұрады, сен Алматыға қашан келесің? Қайда болғанда емес, қашан болды? Қалай қашан болды? Жобасы жарты жыл бұрын, шай бұрын, бір апта бұрын, ол есімде жоқ, осы жылы болды. Осы жылы болды. Демек, көрермен сөйтіп қате ойлап қалуға әбден негіз бар. Әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Енді жұрттар қателеспейді емес, қателеседі. Жұрт не демейді, шошқа не жемейді дейді. Мәссаған. Солай ғой. Жоқ, негізі бұл жерде біз сізге ақтал деп тұрған жоқпыз. Енді осындай ақпарат келіпті, біз бұны тіпті шығармайтын едік. Бірақ қана көрермен айтып отыр ғой. Бұл қыздың үлкен бір махаббат дастаны, романы бар деп кәдімгі жігіттің есімінде жазған. Содан кейін сіз келесіз де жаңағы, бәрі күшті, бәрі керемет, бірақ Айсажан, Медина, мен ортада болмаймын, анау-мынау деп бір құтылу сылтауыңыз деп тұрған сияқтысы енді Шахкерім мырза. Жоқ, бәлкім олай емес те шығар. Жарнамадан кейін көрейік енді Нұргүлдің нақты шешімін алыстамайыз. Сонымен жарнамаға дейін болған әңгімені түйіндейтін болсақ,
Айсажан Нұргүлмен қыдырып жүрген сторис салады, артынан Медина ауырып жатырмын деген жылаған сторис салады, және көрермендердің бірі Мединаға хат жолдайды. Не үшін жылап жатсың? Олар бәрібір бірге болмайды, себебі Нұргүлдің басқа жүріп жүрген ер азаматы бар деп, белгілі бір ер азаматтың атын жазып жібереді. Атын жазыпты, бірақ өмір деген қандай? Мен айтып отырған жігіт ол емес екен. Басқа екен. Жарнама кезінде көрдік. Жарнама кезінде. Сен көрсеттің бе Нұргүлге жаңағы осы жігіт пе деп? Атын айттым я? Сен көрсеттің. Есімін айтты. Жоқ, ол менің танысым емес. Мен басқа жігітпен сөйлеспедім. Болды. Сонымен енді ресми түрде келіп жатқан ақпараттың негізі соған меңзейді. Енді екеулеріңізде махаббат дастаны бар екен, мыс. Бар ма, жоқ па? Жоқ, ешқандай дастан жоқ. Бұл көрермен оны қайдан алды? Мысалға, белгілі бір жерде жеке отқандарыңызды көрді ме? Мысалға, жай ғана аман саулықтарыңыз түзу болып жүрген болса, онда өзінен өзі ондай ой түймейді ғой? Бәлкім бір кешкі кездесуге барған шығарсыздар ресторанға. Бұл былай болды. Маған ол кісі лүпіл лайк басқан екен. Оны, енді ол танымалдау кісі ғой. Оны байқап қалған екен менің тіркелушілерім. Сөйтіп маған жібереді, орталарында бірдеңке бар ма деген секілді. Содан мен сол сұрақ жауапқа салған болатынмын. Былай негізі араларыңызда ешқандай флирт жоқ? Негізі жоқ. Негізі? Негізі жалпы жоқ. Жалпы жоқ. Қазіргі таңда жоқ? Қазіргі таңда жоқ. Сағат міне 12:35 болды, жоқ. 12:35-те сағат 4 қыркүйек күні жоқ. Жоқ, жалпылама айтамын да, жоқ. Ортамызда мен тіпті таныстық кезінде флирт жасамайды екенмін. Танысқаннан кейін жасайсың? Жоқ, енді уақыт өте келе ол белгілі болады ғой. Түсінікті. Сонымен қазір сіздің жігіттеріңіз жоқ, жігітіңіз жоқ, жүрегіңіз бос, басыңыз бос, толығымен жаңа ара-қатынасқа дайынсыз. Енді дайын болғанмен де осындай мәселе болып тұр ғой, мен өйтіп. Жоқ, енді Айсажанмен емес, жалпы жаңа ара-қатынасқа. Жалпы, иә. Сәл-пәл енді мен вывод жасайын да, Шах мырза. Енді біз өзімізді ақымақ ретінде көрсетеміз ғой бұл жерде. Бірақ кішігірім IQ жоғарыда менде негізі. Ол ақыл анализ жасайтын ақылым бар да, сол еще жасым келмеді негізі. Мен Инстаграмға салған нәрсе ол обязательно қыз деген сөз емес, халқым. Мен Нұрболат осы жерге айтқан кезі болды ғой. Менде өмірде ішімдегі сырласатын екі-ақ қана досым бар деп. Мен енді бұлай айтайын, менден бір досым жоқ. Менде не то что дос, менің әрбі өмірімде жоқ. Қыдыратын, ішетін, ақша құртатын достарым бар. Бірақ мен ешкіммен сырласатын, брат, мынандай жағдай, отбасы мынандай, жұмыстар былай, блин, брат, хочу машину купить дейтін адамдарым жоқ. Сол үшін мен хотя бы сәл-пәл ешкімге ешкіммен бөліспейінен кейін Инстаграмға сәл-пәл ты сильная, у тебя все будет. Живи, улыбайся, ты не знаешь, наступит ли завтра или нет деген цитаталар бөліскім келеді. Өйткені мен сияқты адамдар может маған тіркелген. Сол үшін біз бірге қайғырайық деп ойымен салам негізі. Кішігірім мотиваторсың. Кішігірім өзім қиналып жатсам, бірақ адамдарды мотивет ете алам. Бұл жерде мен Нұргүл, сенің тарапынан мен өзімді... Хочешь, я к тебе приеду деген ол қандай мотивация? Кімге және? Ол Мединаның жылайтын алдына болған. И ол жерде сәл просто өзімен визуализация болған. Болашақта машина алсам, солай қызға айта алам ба деп. И болды. Нұргүл жағынан мен Медина туралы 3-4 күн, допустим, мы общаемся или кездесек, ты пытаешься мне внушить, Медина қалай, Мединамен сөйлес, Медина жылаватыр, ты пытаешься это внушить мне, чтобы сделать это причиной знакомства нашего. Потому что сен изначально мен былай айтайыншы, реалист болайық, фактпен сөйлейік енді. Что я вижу сейчас, Нұргүл, мен шынымен де мен кеше ғана ойласам, кәдімгідей мына қызбен что-то мен суық сөйлесіп жатыр, может она реально шынайы ниетпен менімен танысқысы келетін шығар деп ойлаған. Бірақ бүгін нақты точка қоям. Нұргүл, сен бұл жерге менімен танысуға, менің ішкі дүниемді, мені жан дүниені просто айс сөзінде емес, айстың өсектерінде емес, сен просто өзіңді көрсетуге келіп, осындай болмайтын сылтауымен тоқтатып жатсың. Сол маған сәл-пәл обидно еді. Мә, Нұргүл қатты айтты, иә? Мүмкін дұрыс шығар айтуы да. Бірақ жалпы мен танысқым келді, оны өзіңе де айттым. Не кедергі? Сенің де айтуының әрине жөні бар. Мен бұны теріске шығармаймын, Айсажан. Бір жағынан сенің арқаңды көрсеттім десем де болады. Бірақ екеуміздің ортамызда болған әңгімелерді білмеймін сен қалай қабылдағаныңды. Мен енді саған өзіңе айттым, барынша саған жақсы көрінгім келді. Мен саған айттым, мен сені қызғанбаймын, тіпті Майрамен құшақтасып отырсаң да, қол ұстап отырсаң да. Майрамен? Маған жіберді ғой барлығы. Мен айттым, мен сені қолдаймын. Мен ол әйелді қыз болсам да, ол әйелді жақтамаймын дедім. Тіпті негізі мен өмірде көбіне қыз балдарды жақтайтын едім. За женскую солидарность. Мен ол эфирді көрдім.
сенің бұл жерде ешқандай кінәң жоқ, мен саған сенемін дедім. Бірақ қыз, Шахмырза мына жерде бірақ былай қыздың ғой. тарапынан бір арам ойлар бар шығар деп. Ол жағын Нұргүл білмедім просто енді. саған Айсажан кәдімгідей жақсы көңіл бөлмеді, сен мына жерде ренішіңді енді көріп отырмыз. Майрадан қызғанбадым да, Мединадан қызғандым деген сияқты болып отырсың ғой. Бірақтан шынайы келгенде негізі Айсажаннан сенің ойындағыдай саған көңіл бөлінбеген көрініп отыр. Майра, жалпы саған тағылған мінді естідің бе сен? Не Мен айтып айтып жатсың жалпы? отырмын. Саған жаңағыда не деді Нұргүл? Мен айтып отырмын, эфирде сіз оған жабысып отыр екенсіз. Мен жабысқан жоқпын. Айналайын, сен жақсы дұрыстап көр. Именно мен Айсажан өзі маған жабысып отырған негізі. Енді Айсажан жабысқаннан кейін мен де қайда барамын Жоқ, дейсің. енді жабысқанда просто біз бірге отырып қалдық да. Сол кезде біз ойнап, бір-бірімізден ойнап отырдық енді как дос ретінде. Майра, тыңдаңызшы, Майра ханым Дос да? ретінде ойнап отыр. Майра, мен сізге былай айтайын, мен ешқандай ренішім жоқ. Айсажанға рахмет, мен Айсажанды мақтап отырмын. Оның тарапынан біршама кездесулерге ұсыныс болды. Менің өзімнің қателігім. Мен сізге ешқандай ренішім жоқ. Жоқ, енді реніш болмаса Майра деп соны айтпасам Жоқ, маған жіберді ғой. Демек сенде бір реніш бар Айсажанға. Айсажанға емес, сізге. Мейлі солай ақ болсын. Ол айтып отыр ғой енді, женский солидарность дегенді мен құрметтеймін. Неужели Майрада сол жоқ деген астар ғой? Шахмырза, мен өзім жабысып атқан жоқпын ғой Айсажанға. Жоқ, қанша Майра қарашта, мен айта кетейінші, қанша жабыспасаң да сен даже енді уже 5 метр дегенде ары қашықтықта Айсажаннан алыс жүру керексің ғой, себебі алдында өзіңнің көзің сорасын ағысып кетті ғой, былай қарап тұрсаң. Сені қаншалықты Айсажан сол кезде төмен түсірді, сонда да сенің басыңа тимей тұр ма? Білмеймін, енді үлкенсің ғой, кішкене ақылға келсеш деп айтсаң, мен үлкен деп мен жасыма тисе бермеңдер дейсің. Енді жасыңа тиссек мынау істеп отырғаның. Жалпы енді мына жерде Нұргүлге айтып кете салайыншы, негізі Айсажан өте жақсы жігіт. Мүмкін енді қазіргі таңда, мүмкін Мединаға қатысты да емес шығар, өзінің жеке басында проблемалар болып жатқан шығар. Бірақ та мына жерде маған бүйтпеді, сөйтпеді деген сияқты етіп, Айсажанды барынша бірінші таныстықты тоқтатып, төмен түсіргеніңізді қаламаймын. Жоқ, кешірерсіз сөзіңізді бөлгенім үшін жауап беріп кетейін, рұқсат болса. Галина ханым, былай ғой, мен түсіріп жүріп отырған жоқпын ғой. Мен барынша қалай бар, солай жеткізіп отырмын. Барлығын түсіндіріп отырмын. Нақты дәлел дәйектермен. Менің ұқпай тұрғаным, былайынша Нұргүл, Мединадан қызғанбайсыз, Майрадан қызғанбайсыз. Жалпы қандай мақсатта келдіңіз? Бағанағы Айсажанды сөзін қолдаймын, дұрыс деп кеттіңіз, деп танымалдылық үшін, анау мынау үшін дегенге деп кеттіңіз. Жалпы, махаббат үшін күреспесеңіз, не істеп отырсыз жалпы бұл жерде? Енді қыз бала болып мен күреспейтін шығармын. Екі жақтан болу керек қой, ол бірінші көрсету керек. Одан соң мен көрсетемін деген секілді. Мен қаншалықты мен әрбір қыздан қызғанып жүруім керек. Мен өзімнің бағамды білемін. Жоқ, былай ғой, андай бір өте бір салмақты отырсыз, болмаса шынымен бағанағы әңгімелердің сөзінің жаны бар. Бір ештеңені керек етіп отқан жоқсыз шынымен. Айсажан да қанша айтып жатыр, ондай емес, сен маған сен, мен саған онысты айтқам деп отыр. Жоқ, бәрін ысырып тастайсың да. Тоқтату керек. Оны анықтайықшы, Айсажан, сен негізі бар ғой, Нұргүлмен таныстықты жалғастырғың келіп педі. Егер мысалы мынандай әңгімелер айтылмаса, Мединаға бар, анау мынау деген дүниелер болмаса, тек қана әдемі таныстық төңірегінде ғана шектелсе, жалғастырғың келетін бе еді? Иә, әрине, бірақ мен айттым ғой, кеше ғана деп. Бірақ бүгінгі сөздерінен кейін Медина мен сенің жүрегің бос емес, я этого не хочу, сол бұл жастардың ортасына түскім келмейді деп вообще бір таудан бір мудрецті тауып алып әкеліп тастады мына жерге, болмайтын нәрсе. Мысалы Нұргүлге айта аласың ба? Жоқ, енді сен ұнататын рас қой. Мен ұнататын болса, мен сол адаммен отырмаймын ба мына жерде басқа қыздар? Айсажан, мәселе бұндай емес. Я только что, хорошо, ты сделал такой вывод от того, что у меня грустные сторисы, правильно? Вот, я тебе только что дал объяснение сол стористарға. Енді қандай екінші мысал можешь привести, почему ты считаешь? Ты почему такой пассивный ходишь? Постоянно, мне это не нравится вообще. Менің адамым қасында пассивный болып жүрсе, ол маған ұнамайды. Сен көңіліңе қарай. Ана активный, энергичный. Сіз жалпы Нұргүл, кешіріңіздер, мен шыдай алмай бара жатырмын, айта салайыншы. Нұргүл, сызылып, майысып болған шығарсыз, иә? Мына жерде маған ұнайды, ұнамайды деп айтып отырсыз, жалпы сіз басында келген кезде кімге келгеніңізді білдіңіз ғой, иә? И женский солидарность деген нәрсе болады. Мен ойлап отырмын. Женская солидарность. Женская. Да. И мен айтқым келіп отыр сізге. Енді мына жақта Медина не деп айтып отырсыз ғой, просто өзіңізге конкуренция пайда болды. Сөзіңізді дұрыстап жалғастырсаңыз. И соған қорқып отырсыз, иә? Түсінбедім. Жалпы Медина сізге конкуренция пайда болды ғой, соған қорқып отырсыз, иә? Өзіңізге деген сенімділігіңізден айырылып. Мен түсінбедім, бұның қандай қатысы бар сенімділікке, Мединаның қандай қатысы бар? Мен керісінше Мединаға
жалғаса ма жоқ па жарнамадан кейін білеміз. Камила мені тоқтағанда өзгерістер жасап жібергенсің мына жерге. Сондаймыз біз, Шәке. Сіз байқаңыз, кетіп жүрмеңіз эфирден. Тағы бірдеңе білдіреміз. Студия ортасында Айсажан мен Нұргүл. Сонымен енді мысалға қараңызшы, Нұргүл жақта ойланатын болсақ. Келді, үміткер болып Айсажанға, сосын кездесуден кейін көрермендердің барлығы ан жақта бір жылап жатқан қыздың видеосын жібереді. Оның үстіне жігіт бір депрессия үстінде жүреді, цитаталар салады Инстаграмға. Дейді Нұргүл, отырады бір кезде Майрамен құшақтасып жатқан видеоларын жібереді көрермендер. Сөйтеді Нұргүл ойлайды шығар, мен вообще не үшін келдім мына жаққа? Не болып жатыр мына жерде? Не болып жатыр мына жерде? Жігіттің басы бос па жалпы? Мен оған керекпін бе деген сұрақ қойған шығар? Иә, осы Өз-өзіне. тұрғыда айта кетейінші, жалпы шынымен де мен ойлаймын да, Нұргүл келмесе, Медина сонда жылап сторис салғанын айтамын да, былай қарап тұрсаңыздар. Нұргүл келді, и Медина жылап какой-то Айсажан мен бармын, мен мұндамын деп өз-өзіне бір внимание аудартқысы келді ма, сондай етіп сторис салғанын айтамын да, әлде бір внимание жетпей ма? Жоқ, оны неге ету керек? Бәлкім адам кәдімгідей ауырып жатқан кезде көрермендері дәрі жібергенге көңілі босап жылаған шығар. Оны неге бірден түрде Айсажанмен байланысты? Білмеймін енді, стористерде бар деген сияқты, тем более Айсажанның енді Мединаға байланысты жаңағыдай стористерде шығып жатыр ғой. Барлығында бір какой-то бір нәрсе бар сияқты да, связь бар сияқты. Екі жақта жүріп, мына жақтан бір-бірлерін жібере алмай жатқан сияқты ма? Сондай махаббат болса, нағып ол ана жерде мен мына жерде отырмын да, где логика? Айсажан, барлығында бір мағына бар ғой. Мағынасыз ештеңе болмайды. Сәл бір нәрседе бір мағына болады. Мен мысалы былай елестетіп отырмын да, мысалы мен, мысалы жарым бар, екеуміздің бір тарихымыз бар, тағдырымыз бар, е? Және отырып, мысалы біздің өмірімізге ешқандай қатысы жоқ датада, осы күн есіңде ме деп, мысалы, сторис салып қойсам. Мысалы, Әлекең сөйтіп, мысалы, сендер Әлекеңмен мамыр айында таныстыңдар. Ол алдыда, мысалы, тамыз айында біздің күніміз ғой, есіңде ме деп бір музыканы қойып қойды. Қалай түсінесің? Мен туралы айтып жатыр деп түсінемін, әрине. Сен білесің біздің күніміз емес екендігін. Просто мына жерде... Мысалы, қарашы, сендердің өздерің танысқан күндерің. Ол мысалы мамыр айында. Әлібек мысалы тамыз айында бұл біздің күніміз ғой бүгін, есіңде ме деп мысалы бір сторис салып қойды, бір әнмен. Саған ешқандай қатысы жоқ оның. Бірақ сені көріп отырсың. Қандай ойда қаласың? Басқа қыз жайлы онда айтып жатыр екен дейсің, так, Әлібек берген, мынау не дейсің, ол айтады, жай бір цитата ұнады, онда тұрған не бар екен де сен дейсің. Шах мырза, сосын тағы да бір айта кететін жайт. Сұрақтар пайда болады. Көрдің бе Айсажан, ол тек қана Нұргүл емес, жалпы әлемдегі қыздардың барлығы солай ойламайды. Мен айта кетейін, Шах мырза тағы да толықтырып, просто Мединаға қарайтын болсақ, шынымен де андай Айсажанды қызғандыру мақсатында бізде қатысушылардан Сардармен бір видео түсірді, Самғатпен бір өлең айтты, бір басқа өмірде басқа да жігіттер бар ғой деген сияқты, как будто Айсажан мені қара, мен қызғандырып жатырмын деп өзіне внимание шынымен де аудартқысы келген сияқты. Жоқ, былайынша ше. Сен Сардармен түсірген үшін ренжіп қалдың ба? Жоқ, мен ренжіп жатырған жоқпын, просто Айсажанды солай қызғандыру мақсатында. Негізі Медина соған шынайы жылайтын болса, осының алдында да Айсажанға үміткер келді ғой. Ол кезде неге жыламады деген әңгіме. Неге оның өзіндік бір себебімен бір қайғырып жылаған шығар деп ойлаймын. Себебі мынада болуы мүмкін. Бұған дейін үміткерлермен сондай бір картинка маңызды ғой. Инстаграмдағы картинкаға кірсең, Нұргүл ұнаған сияқты Айсажанға. Конкурент көрді ма? Иә. Мен айта салайыншы, неге Айсажанға жабылып жатсыңдар деймін да, Айсажан кімді қаратқысы келеді, кімді қайтарып алғысы келеді, ол спокойно история салмай-ақ қайтарып ала сала алады. И бұл жерде біз басқа біреуге назар аударуымыз керек сияқты, ортада отырып ап, өзін керемет, мінсіз қылып көрсеткісі отыр ғой, маған өзінше болып орысша үйреткісі келеді деген сияқты, женская деп. Мен қалай айтқым келеді, солай айтам. Жақсылап дайындалып келіп, сіз өте жақсылап
тексттарыңыздың бәрін былайынан деген сияқты ше. И мен бұл дайындығыңызды былай түсініп тұрмын. Негізі Айсажан айтты. Я, мен осындаймын. Бәріміз білеміз Айсажанның өмірінде де басқа қыздар орын алатынын. И сіз үміткер болып келген кезде мен соның бәріне көнем, я деп отырдыңыз да. И қазір келіп, осылай деп, Медина деп, андай сізге конкуренция пайда болып жатыр да. Содан кейін сіз қорқып жатсыз, что ертең мен артта сылып қалмайын деген сияқты. Тез жылы жауап кете салғыңыз келіп тұр, солай ма? Өзіңізге деген сенімділігіңізден айырылып тез қашып кетейін деп отырсыз ғой, жай ғана. Сөзіңізді аяқтадыңыз ба? Жауап бере беруге бола ма? Сәния ханым, бұл жерде былай ғой, сізді мен төмен түсіргім келген жоқ. Біріншіден, енді грамотность болу керек қой дегенмен, сіз бір бол аяқтап отырсыз, қаншама халық көріп отыр дегенде, оны тіпті мен емес, көптеген халық айтып жатыр. Сөйлегеннен кейін сауатты сөйлеу керек дейсіз. Сіздің болашағыңызға да байланысты. Бағана ғана айттыңыз ғой, жұрт не демейді деп. Нұргүл ханым, сіздің сәл-пәл сөздеріңіз бір-біріңізге қайсық келіп жатқаны бар да. Бағана ғана отырып, можно я договорю, рұқсат па? Әрине рұқсат. Рахмет, Нұргүл ханым. Бағана 15 минут бұрын бір қызы аппақ көйлекте былай айтқан еді. Айс менімен жүргенде өте активный, маған сол қасиетті ұнайды. Өте ақ көңіл, жақсы жігіт та, дейсіз да. 15 минут өтіп кетіп, сен неге менімен пассивный болып жүрсің дейсіз. Нұргүл ханым, енді сұрақ сізді. Енді сұрақ менде сізге. Сәл соншама сондай бір жаман жігіт болсам, сіз жалпы мені 2022 жыл ғасырдан танитын болсаңыз, мен сондай қасиеттерін біле тұра болсаңыз, неге өтірік Мединаны тығып атсыз бұл жерде? И болмайтын сізде сылтаулармен көріп атқан жоқпын. Нұргүл ханым, мен сізді тыңдадым, старался с вами на уважительно. Енді мен сізбен на вашем языке разговариваю, хорошо? Мына жерге келіп, басқа бір жігітті таңдағыңыз болсаңыз, сәл-пәл жақсырақ болатын еді. Өйткені олар мен сияқты тілге бай емес. Бірақ мен таңдап қателік жасадыңыз. Өйткені мен сразу қателік бір жағынан көрсем, бетіне басып тастаймын. Бағанаға айтқандай, білмеймін, кіммен сөйлесесіз, кіммен араласасыз, қай жердеңіз мамаңызды емес. Мына жерде мен қандай қызды көріп жатырмын. Өтірік бір болайық жобасына, үйленетін жағдайына, махаббат шынайылығына мен даже сезіп жатқан да жоқпын негізі. Өтірік өзіңізді әп-әдемі көрсетіп жатқаныңыз бар енді. Бірақ оны сол көрсеткіңізге мен ештеңке демеймін, бірақ жоқ, сылтауды айтпаңызшы мен жаққа. Мен ақыл тоқтатқан еркекпін, я мужчина, я не пацан, который страдает от недолюбви. Қызды ұнатам ба, жақсы көрем ба, бұл жерде отырмай, ана жақта құшақтасып отырам. Қайғырып жатырмын ба, мен оған ответ нақты жауап бердім. Я страдаю, потому что это мой способ, на русском скажу, мой способ выявить свое одиночество. Мен жалғыз болудан шаршадым. Сол үшін мен Инстаграмға өсектермен, TikTok әлемінде өзім жұртпен сөйлескенде соған риза боламын. Сөзіңізді аяқтадыңыз ба? Жауап беріп кетсем болады ма? Жауап беріп кетсем. Айсажан жаңа айтты ғой, біресе активный, біресе пассивный деп айтасың деп. Айсажан, сен видео түсірген кезде ғана активті белсенді боласың. Әне кетті. Мен сөзімді аяқтап алайын. Мен сені тыңдадым ғой соңына дейін. Ал пассивті деген кезде, қарым-қатынас жөніне келген кезде сен сәл де болсын пассивті боласың. Қалай активді боласың, енді сен Мединаға барсай дәрілермен дегенде бір түрлі ғой. Айсажан, мен саған жағу мақсатында айттым ғой оны. Қандай мақсатында айттым? Барып бөлшіға барып дәрі алып бер деген бір түрлі ғой. Меніңше ол саған ұнағанда сияқты. Онда сіз де барып онда молодец, сен ашуланып кеткен сияқтысың. Мен айтайыншы қазір. Мені ашуға шығара алатын адам жоқ бұл әлемде. Мені ашулуға шығара алатын адам жоқ бұл әлемде. Просто мен сізбен сіз тілдіңізде сөйлеп жатырмын. Сен жалпы дұрыс айтасың. Әрине дұрыс айтамын. Мен сенімен келісемін. Сен всегда, әрдайым жөн айтасың. Ол әрине дұрыс. Бірақ кейбір жерде қателіктер меніңше бар сияқты. Сен айтып отырсың ғой. Бір жігітпен сөйлесіп жүрсің. Мен ол айтқан жоқпын. Бір жігітпен. Мен ол айтқан жоқпын. Сөйлесіп жүрсең де маған бәрібір деді. Бәрібір ма? Демек сен мен ұнатпағансың. Жома, сен саған да бәрібір ол қыздармен жүрсің. Сен де мен ұнатпайсың ба не? Жоқ, сен енді бәрібір ғой саған, сен мен ұнатпағансың ғой. Бір кездесуде киноға барғанда айтқан едім ғой, Нұргүл, мен сен жақсы көрем деп па? Мен бір ұнату сезім емес. Егер де сен мені сыйлаған болсаң, мысалға Майраға айтар едің. Майра, үміткерді шамалы сыйлайық. Мен айтып кетейінші. Ол жерде мен бір бабник тау, бір қызына көк шөп салғандай көрсетіп жатсың. Майра не істеді ана видеода, фотода? Айсажан, шамалы тоныңды сөйлесең. Мен сізге айғайлатқан жоқпын, мен жалпы студияға айғайлатырмын да. Қараңыз, Нұргүл ханым, мына шымылдықтан үміткер келгенде, мен бір реакция, елана кете тұрасыз ба, пожалуйста, жастар сөйлеп жатсың, аха. Мына жерде үміткер келгенде, ана жақта реакция айтатын. Аузың жабы, щегол. Мен сөйлеймін қазір. Сіз, что ты хочешь? Ты что хочешь? Қалай что ты хочешь? Что ты хочешь сейчас сказать? Что ты хочешь? Нет, ты что хочешь? Не болды. Жоқ, не айтқың келіп тұр маған? Жігіттер. Ерлан, сіз жалпы бір... Сіз мына арым қатынасыңыз сол сөйлесетін жігіт сіз емес па негізі? Ерлан мырза, сіз не үшін телеп жатсыз? Ерлан, орныңа отыр. Ерлан, боқтамаймыз, орныңға отырамыз. Жоқ, Ерлан, қазір сізге көшеміз, Ерлан аға.
Сізге не болды сен не қалаған сөйлеп отырсың, жастар сөйлеп отыр деп. Енді ал сіз неге енді мен сөйлеп отырмын, жастар ғой енді, жастар сөйлеп отыр, по факту ғой. Тіліңе ие бол деймін. А не айтты мен тілім? Жоқ, шынымен де Ерлан, жастар сөйлеп алсын дегенде неге ашуландың? Мен сөз ана кімге, Нұргүл ханымға сұрағым бар еді, соны айта қойын десем. Біз бұл жерде ерегес болып жатыр. Кәдімгідей қырылысып жатыр. Ерегес емес, Айсажан. Иә, хорошо, бұл просто на их языке объясняю. Ерлан аға, сіз мына жерде ақыл айтқанда, жастар не болып кеткенсіңдер, ағаларың қазір айтады деп отырасыз ғой. Мен жас туралы сөзім неге тиіп кетті? Жалпы елі бір көре алмашылық бар ма сізде? Сөзіңді бітірші болмай сөйлеймін сосын. Жоқ, мен сізге сұрақ қойдым, Ерлан аға. Рұқсат па? Өз-өзімен бір ашуланып, өз-өзімен ерегесетін, барып далада шынайма, осы жастағы еркекмен ерегесіп жүріңізші, пожалуйста, маған тиіспеңізші. Сөзбен тиісе аласыз. Саған тиіспеймін, сен бірақ тіліңе ие бол. Сен микрофона деп айтпағанша не айттым мен? Жоқ, сен маған қазір нервыма тиіп отырсың. Тұра тұр, сендердің бүкілдерің, нервтарың бір тиын маған, че там? Маған бәрібір. Мен мына жерде отырмын ба, айтам ба, айта аламын. Сіз мына жерде қыздарға айтатын пікір кезде нервларды ойламайсыз. Рахмет. Сөйлеп ал, рұқсат. Сонымен. Бүкіл ойым ана жаққа кетіп қалыпты енді. Ештеңе етпес ойыңды жинақтап ал. Сонымен, енді сен айтып отырсың ғой, киноға бардық. Сол кезде сен де айттың ғой, мысалы, мына жерде Мединаға бар. Демек, мені жақсы көрмейсің ғой деп. Жоқ, менде просто сәл логикама сыймай жатыр. Менің кішкентай тупой лау миыма сыймай жатыр істеп жатқан іс-әрекеттер жалпы. Маған келіп танысуға келеді. Барсайшы Мединаға дәрілермен. Маған танысуға келеді. Ой, Асылжан, Медина, она сама пытается мне внушить это. Соны мен істеймін, жылайын ба? Барма Мединаға деп. Мен барып атқанда мен даже айтпадым ғой. Оның айтқысы келіп отқаны, оны жалпы комментировать етудің қажеті жоқ. Жоқ, енді Шах мырза, бұл жерде дейтін жаңағыдай сториста болғаннан кейін мен ойланамын ғой, қыз ретінде ойланбайды емес. Ойланасың. Әрбір қыз ойланады, сосын реніш та болады. Енді маған да ертең ол ұят қой, айтады ертең маған қыздар мысалға. Нұргүл, Айсажанға бардың, Айсажанның жүргенін қара. Сен сонда сен сыйламай ма, сен таңдаған жігіт осы ма деген сияқты қылып маған тигізіп айтады. Жоқ, ана стористер шынымен де дұрыс түсінілмеуі мүмкін, шын айтамын. Енді елдің бәрі білмейді ғой сенің меланхолик екеніңді, депрессивный екеніңді. Олар Мединаны жақсы көреді деп тез ойларын түйдік қой, сөйтіп ойлайды. Былай да басқаша да ойламыз да негізі. Взрослый мужчина, ему не зачем? Мен жақсы көрсем, ұнатсам, что нам мешает, не что мне мешает быть. Айсажанның күтіп отырғаны просто мен оған сенем, все нормально деп. Мен оған бірнеше рет осы сөзді қайталадым, бірақ уже сол сенімменде шейлеп жоғалып барады. Мен көңілім тез қалатын адам негізі. Оны бірақ білдіртпеймін. Үнсізде солай. Былайша қарағанда Медина екеуіңіздің не үшін айырылысып кеткендеріңізді бәлкім білмейтін шығар Нұргүл. Мүмкін сіздердің ата-аналарыңыз қарсы болған шығар, бір тағдыр тәлкегі сондай болып кеткен шығар. Сен қимай жүрген шығарсың деген бір ойға келеді ғой. Негізі, мысалға мен Нұргүлдің орнында болсам, мен де айтатын едім. Барып келмейсің бе, дәрі-дәрмегіне барып келмейсің бе деп. Ол кезде сенің жауабың маңызды. Иә, сенің жауабың маңызды. Не деп жауап берді сол кезде? Қандай болды Нұргүл ханым? Сынақтан өтті ғой бірақ. Не деп жауап берді? Бармаймын деді. Ол жауап бергенде оны қалай айтты? Я тут ни при чем деді, сосын нет деп жауап берді. Я тут ни при чем. Сынақтан өтпей қалды, надо было пойти поехать, да, наверное? Жоқ, бармау керек. Дұрыс. Жоқ, бірақ Нұргүл бағана айтты ғой, мен тоқтатқым келді Айсажанмен, өйткені ол Мединамен бір нәрсе Айсажан, сен түсінбедің. Нұргүл таза, нәзік, айласы бар, сондай бір қыздың көрінісі. Мысалы, Нұргүлдің әр айтқан сөзін факт ретінде қабылдау ақымақтық болады. Нұргүлдің сөзінің астарын түсіну керек. Бәлкім Нұргүл қазір енді түсініксіз әңгіме, мен, наверное, тоқтататын шығармын таныстықты деп отырған кезде, сенімен тоқтатқысы келеді деген сөз емес ол. Ол сенен бір реакция күтіп отыр. Жоқ, Нұргүл, тұра тұр, қайдағы Медина? Так, стоп. Сенші маған, ешқандай Медина, бұрынғы қыздар, Майра, так, ол әңгімелердің барлығы болмайды, мен саған сөз беремін, мен просто сенімен таныстық тоқтатқым келмейді деген сөзді шығарып алғысы келіп отқан шығар Айсажан. Сен оны ашуланып жөнелесің. Просто айтып отырмын ғой, көзіне қарап айт. Так, Нұргүл, арамызда ешқандай проблема жоқ. Маған сен, Медина, Майра деген сияқты, я мужчина, я буду верный деп шықпайсың ба? Жоқ, мен ол шлеуді айта алмаймын, Шах мырза. Нұргүл, мен айтып жатырмын қазіргі уақытта, менің жүрегім бос, басым бос. Егер де бір адамды қаласам, маған ештеңке кедергі болмайды. Ее пойти там вылечить или заботу проявить басқа қызға, оған мне как сән ғой маған. Так что былай өтірік сылтаумен маған айтқаныңыз сәл-пәл тиіп кетті. Саған Нұргүл қажет пе? Танысқың келе ме? Енді бұндай нәрселерден кейін сәл-пәл ойланып қалатынымыз бар да енді, Шах мырза. Енді мынандай ғой, мақсат мүдде енді дұрыс айтып отыр Нұргүл, енді қыз қырыңдамайды ғой жігітке. Енді ара қатынаста жігіттің рөлі 70% болса да көбірек қой. Сондықтан мысалы өзің айтсашы мысалы Нұргүл. Енді бірақ сол жігітті қасында жүрген қалайсың ба? Сол жігітті желдің алдына 180 градусқа прогиб лақтырайын дегенде болмай қалды ғой енді.
А прикиньте, Қандай если бы мен енді сондай енді прогибпен. Қандай? Мысалы. Енді айта алмаймын енді. Мысалы, Мединаға сезімі басылмады деген прогиб па? Жоқ, Шах мырза, бірақ айтқан Айсажан, сен шынайылықты ұнатасың ғой, мен қалай бар солай айтып тұрмын. қалай айтып тұрсың? Енді бұл сен үшін сонда мен ештеңе демеуім керекпін ба? Мен не істедім соншама? Жоқ, сен енді жаңағыдай айтып тұрсың ғой. Мен түсінбей қалдым. Сенің айтып отырғаның нағыз абьюзерлік дүние ғой. Сен өзің Иә. мысалы айтасың, Манипуляция. қыздарға теңдік беру керек деп. Ал енді қыздарға теңдік беру керек деген сенің сөзің, қазір сен абьюз көрсетіп жатсың ғой қызым. Опала, қалай абьюз Айсажан шын айтамын, абьюз көрсетіп жатсың. Қалай? Мысалы қара, менің не істесем де, қалай көрсетсем де менің құқығым бар. Түсінбесеңдер түсінбей қойыңдар, мен өзім білем бұл мағыналарды. Және оның Мединаға қатысы жоқ дейсің де, ал енді қыздың да өзін сенің дүниеңді қалай көріп, қалай қабылдауға құқығы бар ғой. Неге сен оның құқығын шектейсің? Мен шектеп жатқан жоқпын. Сен солдықтан айтуың керек еді. Иә, сен үйтіп ойлап қалуың әбден мүмкін. Сөзіме сенсең де болады, сенбесең де болады, бірақ сөзім осындай. Мен сенен айырылғым келмейді. Мүмкіншілік болса, онда давай жалғастырайық. Айсажанның ашуланып кеткен себебін айтайын ба? Нұргүлдің сөзі болды ғой, таныстықты тоқтату керек сияқты деген кезде, біздің өз-өзін қатты жақсы көретін Айсажан. Ой, Камила ханым қайда? Лақтырып кетіп жатырма, но тоқта, бері кел дедім сен. Олай емес, Камила ханым, мен 7-ші маусымда қанша қыздар келіп лақтыратын еді. Так что оған мән берген жоқпын мен. Просто бұл жерде я понимаю. Жоқ, ол кезде саған ол қыздарға бәрі бір болған сияқты. Тоқтатқанына тіпті қуанышты едің. Ал қазір мына жерде Нұргүл саған ұнаған сияқты, және ол таныстықты тоқтатпақшы. Ничего себе, мен Айсажанмын, қалай мен ондайға жол беремін деп отыр ғой Ерлан. Иә, сол молодец деген бе Нұргүл, саған риза отырмын, шын айтамын. Бәріне спокойно жауап беріп отырсың да. Ана хитрый Лиса бар ғой анау. Соның несі ана хитрый медведь айтып жатқан тыңдамашы, хитрый медведь не айтып жатыр анау. Жаным кіріп отыр, тыңдашы сөйлеп жатқан кезде. Енді сен мені неге мен басыма кетасың? Почему ты меня животным называешь? Я на твою личность өттім ба? Ты хитрый медведь, что там? Не, ты хитрый медведь. Рекламаны мен сен көтіп Ой, хоть он реклама болсын. Рекламада айырам мен сен. Айыршы, братан, айырып өкініп қалма. Сөздерді ескеретін. Давайте мынандай ескерту. Қағазымен ручканы қалтаңып мынандай халқым, мынандай ескерту жасайықшы, халқым. Мынандай еркектер, мынандай. Сен ана тіліңнен таяқ жейсің бір күн. Хорошо, мынандай. Аузыңа ие бол деймін, саған тағы айтам. Хорошо, мынандай бір субординация сақтайықшы, жігіттер. Айтатын шапалақ берем, бір жерін айырам. Сен терпе аласың, сен шапалаққа тұрып аласың. Онда айтпа онда. Мен сен жазғанымды көрдің ба? Не терпила, братан? Ты видел, что я писал ручкой? Онда қазір күтші мені. Күтем, братан, давай паразан төбелесек, қана пока бірең басы жарылмағанша төбелесіп солай шешейік. Потом папаға звондай, папа сен мен Ерлан мырза, менің сізге өтінішім бар еді. Әкеңмен бірге кел. Ерлан мырза, рұқсат болса мен тыңдай аласыз ба? Менің сізге өтінішім бар еді. Менің көзім отырған жерде Айсажанға ауыр пікірлер айтпасыңызды өтінемін. Мен таңдап келген адам, мен оның құрметті болғанын қалаймын. Жоқ, Айсажан мен тоқтатып, неге Можно я добью кое-что? Тоқтатқан жоқ әлі. Тоқтатамын деп айтып алды да, енді қорғап отқан. Можно я, сейчас, подожди, можно я Ерлан аға сұрағым бар да? Вот қараңыз, сіз не үшін ашылыватсыз маған? Сен қара тыңда, бүйттің да жаңа маған. Жастар сөйлеп жатқанда сен тұра тұршы деп ше. Сен олай высокомерно сөйлеме маған, мен саған тағы да айтамын. А неге сізге болады? Сен сол үшін таяқ жейсің, мен саған тағы айтамын. А неге сізге болады? Қала, мен саған қашан сөйледім өйтіп? Қашан сөйлемедің солай, бүкіл мен солай сөйлейсіз ғой. Жоқ, мен саған микрофонды алып та, те сөйле деп айғайлайсыз ғой жерде. Бұларда түк шықпай деп отырасыз ғой, что там? Қумашы, мен сөйлесем, мен құрдасыммен сөйлеп жатырмын. Айсажан, сен шатаспа, сен бағандағы высокомерный бол, мен сол үшін ашуландым. Так что келесі жолы кішкенде уважениемен сөйле. Сол кезде менен де саған сыйластық болады. Болды. Қайдағы сізді сыйластық маған хитрая лиса деп болды, животное тен деп жатсыз. Хорошо, ладно, бірақ сен хитрый екенің өтірік емес қой. Сіз де хитрый емес, өтірік емес қой. Қала, мен ақ көңілмін. Негізі түлкілер қу, аюлар ақ көңіл болады. Хорошо, ақ көңіл бола беріңіз. Мен ешқашан айтқан жоқпын, қу емеспін. Сәл просто сіздің сөзімді, хорошо, сені животныйға теңегеме, ренжіме. Мен жаңа Нұргүлге айтып отырмын да. Жоқ. Мен сізді күшті қылып қорғап келе жатырмын, сіз мені аузымды жауып тұрсаңыз. Ыңғайсыз болып қалды. Ерлан мырза, енді мен сізді олай төмен түсіргенім емес, не дегенмен мен таңдап келген таңдауым. Ертең маған айтады оны. Мен сенімді болып келдім бұл кісіге. Және ол кісінің менің көз алдымда төмен түскенін қаламаймын. Оның абыройы мен үшін маңызды. Жоқ енді, хорошо. Просто ана Айсажанның, вы его из себя выводите, и соған мен рахаттанып отырмын да. И барлық осы жерде қатысушыларға спокойно бәріне күшті жауап беріп отырсыз. Сол бетіңізбен тілекті айтты. Сізге рахмет. Просто мынандай, можно халқым, қазір бір нәрсе айта салайыншы. Бірінші микрофоны алып, айрам, шапалақ берем, ана жерін бүйтем дейтін алдына істей алмасаңдар, істемесеңдер айтпай қойған жөн болады.
мен терпей аламын ба, төбелесем ба, ешкім бір білмейсіңдер. провокацияға шақырып Нет, қоймайсың, я ставлю иә? точку, Камила ханым. Если говорят, айтсаңдар, жасаңдар. Жасалмайсыңдар ма, айтпаңдар. Мен жазам ба, төбелессін ба, сіз ешкім білмейсіңдер. Көреміз, мен де білгім келіп тұр. Айта кетейінші, тоқтамайтын секілді. Енді мына жерде мен не көріп отырмын, иә, жаңа Айсажанның ашуы неден пайда болды деп менің ойым, негізі Айсажанның танысқан қыздары жертва болады ғой, енді Айсажан емес, қыздар жертва болады. Бірақ бұл жерде Нұргүл өз бағасын білетін қыз, яғни ол жертва қатарынан жертваға дейін жетпей, мына жерде керісінше Айсажанның құрығына түспей, содан Айсажанның ашуы келіп отырған секілді. Мен негізі бар ғой, Айсажанның планы іске аспай Айсажан, қалғаннан. бұл сен төмендету емес, мен бар ғой, Құралайдың жаңағы несімен, пікірмен келісем. Өйткені Нұргүл нені көрсетіп отыр? Сен соны түсінбей отырсың, Ерлан. Нұргүл байыппен, сыпайы, майда сөйлеп, ақырын, кешіріңіз, күте тұрыңыз, болдыңыз ба, сөйлеп болдыңыз ба, пікірімді айтайын деген сөздермен Айсажанның ашуын туғызып отыр, өйткені доминация міне Нұргүлдің тарапынан кетіп бара жатыр. Жағдайды контрольді ұстап отырған Нұргүл, соған Айсажан шыдай алмай бара жатыр. Шынымен бәлкім саған осындай қыз керек шығар, Айсажан. Енді бұндай қыз сенің өмірінде болмаған сияқты. Бәлкім нақ керегі осы шығар. Таныстық жалғаса ма, тоқтай ма? Жарлама кезінде не болады сонымен? Көрейік. Мені өз-өзімнен шығару, эмоцияға шығару қиын дейді Айсажан. Екінің бірінің қолынан келмейді деген еді, бірақ Нұргүлдің қолынан келген сияқты. Негізі Нұргүлден біраз сабақ алу керек екен. Иә, келісем. Өте әдемі жасайды. Өмірден түгіліп депрессияға енді кірген сияқты ғой Нұргүл. Айсажан. Жо, негізі Нұргүл бір манипуляция беріп кеткенде емес, просто ана жақта бір жіктер түсініп жатқан жоқпын да. Өздері бастайды да, өздері қоя салды да, өздері жиналады да, өздері сабырға келеді да. Не қыласыңдар олай? Сен Ерланға дейін ашуланып оттың ғой? Жоқ, мен сөйлесіп жатырмын да, пікір таласатым да, сөйлесіп жатырмын. Я 2 человека разговаривают в центре. Мен онымен сөйлесіп жатырмын. Ана жақтан бір дауыс шықты, 2 шықты, 3 шықты. Мен жай ғана әзілмен, жастар сөйлесеңші, пожалуйста дедім. Ана жерден біз бір братан ба, бір президент ба, или бір болайықтың батырлар болып кеткенсіңдер ма, не бәле? Менің ақ көңілігімді, мою доброту за слабость не принимайте, ладно, братцы? Хорошо? Мен онда сөзді өзірі жазып, одан басқа словарный запас білмейді бұл жігіттер. Ерлан, мұнда қараш. Жалпы, мұна жерде не істеп отырмыз біз? Бір айттым, 2 айттым, жұрты қоятын түрін. Жоқ, өзі қоймай жатыр ғой Шах мырза. Енді қоймай жатса, енді сонда не, анайы сөйлеп жүгіру керек па не? Сен басқаша шеше алмайсың ба мәселені? Кішкене сөз, пікір талас деген дүниеде пікір деген бар, боқтау деген жоқ. Жасың болса, енді екеуміз құрдаспыз. Неужели сен интеллектуально мына жігітті жеп қоя алмайсың? Мен оған түсіндіріп жатырмын, хорошо. Кешірім сұраймын, Шах мырза. Мен саған тағы да айтамын, Айсажан. Келесі жолы маған қарап сөйлеген кезде ойланып сөйле. Высокомерно сөйлеме маған, жарай ма? Я отвечаю человека на его языке. Сіз высокомерно сөйлейсіз ба мына жаққа біреуге, высокомерно мен сізбен сөйлесемін. Кім болмасаңыз да. Хоть боец болсаңыз да, проф болсаңыздар, мен басқа біреуге сөйлеймін ба, сен шаруаң қанша ода? Маған сөйлегенде высокомерно сөйлемейсіз ба не? Мен қараңыз, ана жолы мына жерде сіз атылғанда жігіттер, мен сабырмен, ақ көңілмен, прикол ретінде бәрін қабылдадым. Қоймадыңдар ешкім. Қазір екінші сәт мәрте, екінші ретте маған атылып жатсыздар. Сол точка қойып жатырмын. Менің ақ көңілігімді, мою доброту за слабость не принимайте, понятно? Түсіндің ба? Маған бәрібір, высокомерно. Не, что там? Вы же так на этом языке. Вы на этом языке только понимаете. Это ваш язык, ваш уровень, ваш левел, ваше интеллектуальное развитие. Не. Вот это твой уровень. Все, спасибо. Құрметті көрермен, мына көріп отырсыздар ғой, мына арам екенін көріп түрінде жазып тұр ғой. Осылай тілмен қыштады да, менің жаңағы добротамды пайдаланады. Мен сен тағы да айтамын. Маған келесі жолы олай сөйлемеймін. Ол кезде мен сенімен уже басқа сөйлесем, Айсажан. Сен әкеңді ертіп келесің ба, ағаларыңды ертіп келесің ба, бірге сөйлесем, бірге қаптаймын сендер, түсін ба? Сен менімен ойнама олай, мен саған тағы да айтамын. Спичкамен ойнама күйіп қаласың. Сен қалай сөйлескің келіп тұрған, любой жақты сөйлесесің ба? Пожалуйста, сөйлес. Бұл жерде тек қана қыздар, не только девочки хотят мое внимание, оказывается, но и мальчики. Соншама айс маңызды ма сендерге? Не мына топасы ма, шынды ма, бір бәле ғой мынау. Я сәл-пәл сондайым бар. Сәл-пәл сондайым бар. Кешірім сұрайым халқым. Басымды түсіріп тұрып кешірім сұрағым. Көріп отырсыздар ғой, жындымен жынды болмай қойын мен. Солай отчет беріп отыра береміз. Вообще қажет жоқ. Құрметті халқым көріп отырсыздар ғой бәріміз. Айс естен кетіп қалған жігіт сол. Бас істемейді Айстың. Арам жігіт осы Айс деген ше. Жаңа сен айттың ғой, ақыл тоқтатқан, уже еркекпін деп. Тупоймын мен. Жоқ, тұра тұрсын.
жоқ саған ол сен айғайлап жаңа ақыл тоқтатқан уже кәдімгі есіңді жиған еркекпін деп жаңа айттың ғой, енді еркекше сөйлеспейсің бе? Мына жерде бала ұқсап саған нормально обращение етіп жатыр. Еркекше сөйлессейші. Мен серьезно сөйлесетін болсам, жанымдарым менің. Жоқ, сен Өмірде қарашы, көрмеген проблемалар бастара келіп қалды. Ерлан ағаны, сен өзіңнің ашуыңды Ерлан аға пікір просто бастады, пікір айтам деп сен келесің да. Кімнің қазір Ерлан аға күте тұрыңызшы. Ерлан күте тұрыңызшы. Мына жерде Шахмырза Нұргүлден көрмеген проблема дейді да. Көрсетсей соны, көрейік та. Ерлан аға Мені сабыр. бетімді жүгіріп тұрып, мен ұйықтап атқан жері басымда келіп бір ұр, потом көресің. Ерлан аға сабыр, просто мына жерде біз не көріп отырық? Айсажанның Нұргүлден алмаған ашуын Ерлан ағадан алып отырсың. Лучше просто жай сөзбен сабырмен жауап берсең, саған тимейді ғой. Мен құралай. Ол саған тимейді өз-өзімен. Сен мына жерде атып отырасың, ол да ашушаң адам, ол да қате. Мен мына жерде маған атылған ерегескен жігіттермен мен біреумен конфликтқа шықтым ба, всегда сабырмен шешем. Қойындар жігіттер, сөзбен шешек деп. Қазір не көріп отырмын мен? Ол кездегі жағдай ғой. Қазір мына жерде айтайықшы. Айсажан, басқа ситуацияға кетпеші, өтініш. Осы жердегі ситуацияны айтайық. Сен қазір мына Нұргүлге деген ашуыңды Ерлан ағаға шығарып жатырсың. Керісінше сабырмен сен жауап берсең, Ерлан аға саған өзімен өзі келіп дегеңдемейді ғой. Ол өзі сондай ашушаң адам. Просто жай жауап берсең ештеңе кетпейді. Мені кінәлім, иә? Болды. Мені кінәлім. Сені кінәлі, екеуің де кінәлі емессің. Просто мен саған айтып маған атылатын жігіттер ашумен бәрін атылсын, мен сабырмен жүре берейін. Терпила дей ма, хорошо, терпила деп жүре берейін. Өмір бақи. Просто сабырмен жауап беруің керек еді. Иә, құралай. Хорошо, спасибо за твое мнение. Әрдайым Айсқа біреу жабылып андай олай не то сөйлеп қойдың деген кезде Айс всегда кішірейіп кешірім сұрай салады, хорошо деп кешірім сұрап отырады. Бірақ мен бағанағы жерде ешқандай да артық сөз көрген жоқпын, жай қалжыңмен айтты, жастар сөйлеп жатыр деп. Оны өзіне адамның қалай қабылдағаны байланысты. Ол жерде менің ойымша Ерлан ағанікі, яғни біріншіден дұрыс емес. Мен мына сөзбен келісем. Нұргүлден ала алмаған өшіңді Ерланнан шығарып жатсың деп. Шынымен де Айсажан, Ерланның мәселесі бұл тек қана бір сылтау сияқты болып қалды. Жаңағы Нұргүлдің сылтауы Медина болса, сенің сылтауың Ерлан болып қалды. Неге Нұргүлге сондай бір эмоция көрсетудесің? Неге бағындыра алмай жатсың ба? Түсіне алмай жатсың ба? Жоқ әлде сенің ойыныңда сені ұтып бара жатыр ма бұл? Бұл жерде, бұл спорда да, бұл ойында да нету ни победителя, ни проигравшего. Бұл қыз келді, менімен танысуға. Менімен танысты, бірақ сылтаумен Медина деп тоқтатқысы келді. Мен оған, эй, жаны машин, не надо. Верь меня, я люблю тебя, я тебе докажу демеймін. Потому что это ее желание. А мен шынымен де бір ішкі сезімде бір оянатындай бір махаббат оянған жоқ. Сол үшін мен ештеңке қарсы да емес. Былай айта аласың ба? Мысалы, махаббат оянған жоқ, мен саған кепілдік бермеймін, бірақ Медина жайлы күдіктенбе, ол жайлы кепілдік бере аламын. Медина жайлы күдіктенбе, халқым, Нұргүл, бүкіліндерін, мен саған бүкіл сөз берсем де сенбейтін шығар. Мысалы былай, Нұргүл, сен менің тағдырымда болмасаң да, Медина анық болмайды деп айта аласың? Нұргүл, сен менің тағдырымда болмасаң да, если тебя нет моей судьбоносной сказки любви про любовь, то Медины тоже там нет. Яғни сіздің ең үлкен және жалғыз күдігіңіз сол Мединамен арақатынасы. Ал енді таныстықты жалғастырғыңыз келе ма или тоқтатасыз ба, Нұргүл ханым? Айсажан, ты только что сказал, что у тебя там судьбоносной любви, да, там меня нету. Какой смысл дальше продолжать, если не будет? Даже если. Даже если. Ваша великая. Медина екеуміздің ортамызда тосқауыл емессің деп тұр ғой енді. Қазақша айтқанда, сен болмасаң, тіпті Мединада жоқ ол жерде деп тұр енді. Яғни сен бізге кедергі емессің, өйткені Медина ешқандай жағдайда менің өмірімде болмайды дейді. Бұл жерде мағына сенде емес, бұл жерде мағына, что нет Медины моей судьбоносной книги. Сен саған ең үлкен себеп сол болған еді. Сен де қара, бұл жерде Айсажан, кезінде сен уәде бердің, кепілдік бердің. Ой, жәнім әші, қалай құтылып алады, а? Шақкер мырза саған айтты ғой, осы жерде айтылды ғой алдыңғы эфирда, дұрыс па? Енді мен ертең мысалға, кім біледі? Қайтадан сөзіңде тұрмай қалсаң. Мен сен туралы жалпы махаббаттың туралы кім біледі? Маған шынайы сезімдерің туралы. Мен де ештеңке білмеймін, допустим, мына жерде өзін көрсеттіге деп ақпараттар келе жатыр, иә, допустим. Айсеше, бірақ бағандан бері айтып жатыр да, сен Медина жайлы басқа біреуден өсек тыңдап алған жоқсың, иә? Мединаны ұмытамай жүр деген. Айстың имені керек адамнан сұрап тұрсың, Мединаны жақсы көресің бе, ұмыттың ба деп. Ол саған 10 реттен 20 рет айтып жатыр, Айсажан ше. Я, мен ұмыттым деп. Енді ол ұмытқанын қалай дәлелдейді сен алдыңда? Нұргүл ханым. Бар проблема сода болады. Нұргүл ханым, сіздің үміттіңіз. Мен сізге жауап беріп кетейін. Жауап бердіңіз ба маған? Енді бұл былай ғой. Қазір кішкене кете тұрайсыз. Қазір мен газель айтып алайын. Жоқ, енді 20 рет қайталап жатыр, өзіңе де тікелей айтып жатыр дейсіз ғой. Енді бірақ соның өзіне де мен білмеймін, қыз балада ішкі түйсік деген болады, сезеді.
жоқ не түйсігі сонша әлі сенбей жатқан. Нұргүл, можно, пожалуйста, Нұргүл, ана аспаннан кітап әлемінен турецкий сериалдан жерге түсіп Давай по-серьезному буду говорить. По-серьезному. Без приколов. Потому что я уже устала от этих приколов. Я к тебе пришла по-серьезному. Мен саған серьезно келдім. Мен де. Салмақты түрде келдім. Мен сенің маған басқа қыздар секілді приколға тығып, пародия жасағанды мен қаламаймын. Себебі мен сені сыйлаймын. И положительно, чтобы мені де сен сыйлағанды қалаймын. Давай определимся для начала. Медина үшін танысты тоқтаймын дедің. Соны шешіп алайықшы, потом пародия өсек туралы айтамыз, хорошо? Сол, Медина туралы мен саған жауап бердім. Енді сенің желанияң Нұргүл қандай? Мен кесіп айтқан жоқпын, Айсажан. Мен айттым, мүмкін таныстықты тоқтату бізге жөн шығар дедің. Мүмкін емес, сен нақты айттың, Айсажан. Мен сол үшін таныстықты тоқтатқан жөн шығар. Сен соны ілеп алдың да, былайынан айналдырып жібердің. Мүмкін деді, шын айтамын. Мен куәгермін, мүмкін деді. Жөн шығар деген деп естісең, ол да сол мүмкіннің несі ғой. Жөн шығар. Синоним слова. Шығар деген сөз болған кезде, возможно деген. Енді өзгертті ма сол ойды? Маған қызық. Жоқ, сен жауап берген жоқсың ғой. Сен керісінше мен бұдан кейін мен танысқым келмейді деп айттым. Мен айттым ғой, Мединамен бізде ештеңке болмай, жоқса болмайды. Тоқтай тұршы өтініш. Здесь идет какая-то интеллектуальная битва. Вы көріп отырсыздар ма? Кто хочет? Иә, жеңіп жатыр. Мен де байқап жатырмын. Бірақ менің алдында, бұл қалшылардың алдында жеңіп алса, бір енді біз не суть, не... Хорошо. Айсажан, сен тақырыптан ауытқып жатырсың. Иә. Сен менің сұрағыма нақты жауап берген жоқсың. Окей. Керісінше сен айттың. Сен осындай жауаптарынан кейін мен тіпті таныстықты... Енді давайте нөлден бастайық, басынан. Сұрақ қойыңыз, жауап берсін. Тікелей. Мен қадағалай. Сен менімен таныстықты жалғастырар ма едің жалпы? Опа! Какой ход! Супер! Какой ход! Өте күшті сұрақ. Жауап. Почему? Жоқ, маған мүмкіндік бересіз сұрақ қойға. Окей. Маған нақты жауап ең алғашқы. Жоқ, сен бірінші сұраққа жауап берсің, мен сұрақ қойдым. Мен маған айтқан едім. Мен бірінші сұрақ қойдым. Мен маған айтқан едім, кеше жалғастыратын едім дедім. Бүгін сәл-пәл ойланып қалатын жөн шығар. Сол үшін саған екінші сұрақ. Медина туралы шештік, иә? Жоқ, сен жауабың қандай сонда? Сен жауабың қандай? Қазір біз пока до конца сергетесе 5-6 минут ойланып тұрған жөн шығар. Маған жігіттің ойланғаны керек емес, Айсажан. Аха. Пока жеңіп жатыр, Айсажан. Өте қызық. Негізі жоқ, давай по-серьезному, без прикола, без өзі. Сен жауап берсеңші. Мен жауап бердім ғой. Жалғастырғың келе жоқ па? Жоқ, әрине, мен кеше айттым келеді. Я әлде жоқ. Міне, дәл қазір сағат міне. Осы шешіп алайық. 13:35-те, бір сағат отырыппыз. 13:35-те Нұргүлмен, түріне қара Нұргүлдің жалғастырғың келе ме жоқ па? Жоқ. Бірақ, құрметті халқым, қазір Нұргүлдің бір манипулированный бір удар кетеді. Өткені Медина тұр жүрегінде. Или мына жерде бір қыз ойлап жүрді. Жоқ, мен айтпайды ештеңе. Өткені ты сәл-пәл солай ойланып қалмайтындай, сенің бағана шешім сөздерің сол маған тепкеді. Егер де олай емес десең, мен басқаша жауап беремін. Скажи это еще раз. Жоқ, мен сенің жауабыңды құрметтеймін, қабылдаймын. Оған ешқандай ренішім жоқ. Әрине, ол сенің өзіңдік таңдауың. Өткені бұл саған айс керек болмады, саған бір болайық жобасы. Бетін көрсету керек. Интеллектуальный битве пришел конец. Егер оған Айсажан керек емес болып, жоба керек болса, өз-өзін көрсету керек болса, онда жалғастырмай ма? Тағы да кем дегенде екі шефер келіп, әдемі көйлектерін киіп келіп, мына жақта бір өзін одан сайын артық көрсетпей ме? Камила ханым, қараңызшы. Бірінші күнде үміткер болып келген кезде, сіз Шахмырза айттыңыз, қайталадыңыз бірнеше рет. Айс осындай, қыздарға қырындауы мүмкін, анау-мынау. Мына кісі бір жыл таным Айсты мен білем, соған келіп тұр да. Енді бүкіл жауапкершілікті Айсқа аударып, это же не глобальная причина. Сторис и Мединаның жылағаны, это просто совпадение. Айсажан тоқтатып тұр ғой. Айсажан тоқтатып тұр ғой, Мақпал. Енді бұл қыз енді соның бәрін аударып тұр ғой, Айсажанды кінәлап. Мен неге тоқтатып Мақпал ханым, сұрағыңызға жауап беріп кетейінші, пікіріңізге, сіз дұрыс түсінбеген секілдісіз. Мен айттым, мен ешқандай қарсылығым болған жоқ. Ешқандай қарсылық артық пікір айтқан жоқпын Айсажанға. Мен керісінше саған сенемін. Өзіңе жаздым ғой, Айсажан, мойындашы. Подтверждаешь, да? Енді саған сенем деп айтқанымды. Әйел адам если хочет идти вперед, нет, Нұргүл, давай пытаются как-то екі жақтан жақсы таныстық тоқтайды. Нұргүл ханым, можно уточнение? Жалпы... Айс, мы уже закрыли эту тему. Да, потому что тебе нужно побыстрее, наверное, к своим... Ну, кішкене уже, наоборот, сен жеңіліп атсың. Шахмырда, потому что, Нұргүл ханым, сіз специально каждый этап бойынша менің жауабымды осындайға жеткізгені, ты этого и хотела, я это тебе и дал. Никто не против, все. Только смысл, зачем ты приходила вообще? В смысле, зачем? Я это тебе объясняла.
Я отвечала на этот вопрос. Жоқ, мысалы мен көріп отырғаным Нұргүл Айсажанды кемсіткен жоқ. Мысалы сен арамсың, сен андайсың деп. Тек қана Мединамен әңгіме ұнамайды. Соның жауабын бер, әйтпесе тоқтату жөн шығар деді. Айсажан бұлқан талқан болды. Енді ары қарай мен не көріп тұрмын? Таныстық тоқтайды, өйткені саған хайп керек, өйткені сен өзіңді көрсетуің керек, өйткені сенің жігітің бар, сен анда бар. Зачем? Өзің айтасың ғой, жігіттер, да, жігітше жасайық енді. Кішкене ірілеу болайық деп. Сенің сөздерің ғой, менікі емес. Вот осындай сәтте неге ірілігіңді көрсетпейсің? Не айту керек бұны? Ештеңе етпес көңіл отырмаймын. Жоқ, енді, мысалы, Нұргүл қалай жасап отыр, тура солай жасай аласың ғой сенде. Рахмет, сенімен танысқаныма қуаныштымын, керемет қызсың, тек қана жақсылық тілеймін деп. Зачем ана күдіктерді салып бар? Жоқ, күдіктер салған жоқпын. Шынымен де рахмет маған келгеніне. Қойшы, қалай салған жоқсың? Эфирге өзің көрсету үшін келдің дедің ба? Енді солай болыватса менімен тоқтатуың керек, шұғыл түрде өйткені жігітің күтіп тұр дедің ба? Енді солай болыватса қалай мен үндемей өтіп кеттім? Енді басып қойып кете береміз да жалпы. Потому что Айсажанға жеңілген ұнамайды. Сол себептен мына жерде Нұргүл Айсажанды ешқандай жерге түсірмей, даттамай, бағанадан бері өзін керемет ұстап отыр. Ал біз не көріп жатырмыз? Айсажан керісінше хайп, жігіттің бәрі былай бетіне айтып жатыр. Ал Айсажанға жеңілген ұнамайды. Сол себепті қыздың тарапын төмендетіп жатыр. Болды. Достар, біз андай бір жарыс несінде емеспіз ғой. Жеңілу, жеңіс деген сияқты. Айт, сен өзің всегда айтасың ғой. По идее, жеңілгеннен емес, бір нәрселер кішкене өзіне былай тиіп кеткен сияқты, содан кейін тоқтатып отқан сияқтысың негізі. Потому что андай барлықтар бір андай жарысқа айналдырып кеттік та. Қыз жеңіп жатыр деген сайын да мен ойланып отырмын да, неге кім жеңіп жатыр, не үшін Я просто не понял смысла. Я просто не понял смысла. Не үшін дедім да, сол үшін сондай, наверное, логический ойымды айта салдым. А так сіздер негізі... түсінбейсіздер, негізі Нұрболат, өмірде әсіресе қыз бен жігіттің таныстық кезеңінде міндетті түрде жарыс болу керек. Интеллектуалды тұрғыда жаңағы ой сананың жарысы болу керек. Жарысы болған кезде қыз мойындау керек сені. Шын мәнінде, мәссаған. Мен ойламаған дүниені ойлады. Мен таппаған сөзді тапты. Мен жаңағы елестетпеген дүниені жасады. Демек, мен бұны интеллектуалдық тұрғыдан қабылдаймын. Әйтпесе, жұдырықпен бәрі де мықты. Бірақ санамен мынау маған кәдімгі басымдық көрсете алады екен, бұған арқа сүйеуге болады екен деген жарыстың нәтижесі сондай болса, ары қарай міне махаббат басталады. Өйткені қыз оған сенеді уже 100%. А егер сол жарыста, ой, сен өзің кінәлі, сенікі дұрыс емес, ой, сен ақшадан өлген деген сияқты сөздер шықса, ой, мынау әлсіз екен деп, Нұргүл ары қарай өзінің жаңағы мықты жігітін іздеуді жалғастырады. Мен бүгін көріп отырғаным кішкене екіншісіне. Негізі бағана тақырып сторис туралы болып кеткенде сәл-пәл көңілім ашылып кетті, я шынымен де сезімге беріліп кеттім. Жарайды енді, болар іс болды, таңдауларыңызды жасадыңыздар, таныстық тоқтады, дұрыс па? Дұрыс па? Дәл солай. Келгеніңізге рахмет, сізге тек қана сәттілік. Ақтөбе футбол клубының жаңағы пресс өкілі екенсіз, тек қана жеңіс, тек қана алға. Ақтөбеге сәлем. Сіздерге көп рахмет. Маған Нұргүл ұнады.